Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Категория 2Z қайтып келді. Орал дейсің ғой, оралман. Короче, мусорымды тастаймын деп ентігіп кеттім ғой. Ё-мое, қарға батып, аяғымның бәрі қара болып. Так, жолдастар, ассалаумағалейкум бәріңізге де. Бүгінгі ролигімізді бастаймыз. Күні кеше ғана қазақша каналымызға, орысша каналымызға вернее обзор түсіріп тастағанбыз. Мына тамаша манымыз туралы. 2020 жылғы ман TGX 480 жылқы күші бар. Айрат десе айратың действительно айры көже ман ғой бұл деген. Ё-мое, қазақша айтқанда, ауылдың тілімен айтқанда. Ата шаршап кеттім деймін, культурный боламын деп. Анау ё-мое, қазақша сөйлеші, ұйықтап қазақшаң кетіп қалды ғой деген жігіттер комментарий жазған. Соларға арнайы соларға қазақша обзор жасап жатырмыз. Ман TGX 480 13 литрлік су жаңа атымыз. Қанша дейсің ғой? Қанша дегенде не ғой? Егер былайынша келіп, официальный дилерге кіріп, мен осындай бір ман алайын деп едім десең, сіздерге осы 8 миллионнан 9 миллионға дейін осы рубльмен айтқанда осындай манды береді. Бұл ман асып тасып бара жатқан ештемесі жоқ. Круиз контролі ғана бар, кондиционер бар, холодильнигі бар, 2 спальнигі бар, теплый полы бар, встроенный автономкасы бар. Одан басқа бұда дым жоқ. 2 багы бар. Мына баг 580 литр. Ана багымыз 800 литр. Общей сложности тонна 380 литр саярки кетеді ғой. Рефрижератор туралы айтатын болсақ, мына рефрижераторды мен орысша каналымызда түсірген емеспін. Сіздер бірінші болып көріп тұрсыздар. Су жаңа Schmitz Cargo Bull деген полуприцеп 2020 жылғы реф установкасы бар. Вектор 1550-ші карьер ғой бұл енді. Бұның бағасы егер рубльмен айтатын болсақ, енді 5,5 миллион рубль болады. Дәл осындай су жаңа полуприцеп рефрижератор алатын болсаңыз. Так, кеттік әрі қарай. Басқа не бар дейсің ғой? Басқа не болғанда не ғой? Басқа дым жоқ. Полуприцеп бізде голый келеді. Комплектациясына байланысты ғой енді. Бұл полуприцебімізде бізде запаска қоятын жер жоқ. Запаскымыз жоқ, вернее, дұрыстап айтатын болсақ. Запаскымыз жоқ, запаскының орнына мынандай вот нәрселер береді. Темір терсек, запасканы байлап қоятын. Шамын жағып жіберейік. Пустой палетниктер бар. Екі жағынан 2 палетник. Қазақстанға барып атсаң бір қауын қарбыз сеп кетуге болады. Арғы жағында осындай тағы бір палетник бар. Тормоза дисковые. Өйткені барабан жақтырмайым. Осындай әп-әдемі полуприцебіміз. Ё-моё, жалтырлап атыр ғой. Новойдың аты енді новой ғой. Жаңа полуприцеп боласың, иісі де тамаша ғой. Шамдары жарқырап. Жеңгем сияқты үйде отырған. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Осындай полуприцебіміз бар. Термодатчик. Екінші термодатчик анау жағында тұр. Өйстіп шамы жанып, түнде бәрін көрсетіп тұрады. Міне бір есен жолда бәле болды ғой. Ауылда бір шал бар еді, есен жол деген сол. Өмір осындай трактормен жүретін аралдап, дабаса жерді жарып. Түн ортасында ұйықтап атсаң, есіп отырасың ғой. Мынау есен жол ғой дейді. Бір жерге кетіп бара жатқан шаршабашкеге дейді. Так, айтатын болсақ осылай. Алюминиевый панель, 3 рукавы бар. Вот, жылытады, мұздатады, минус 30, плюс 30. Алюминиевый полы бар. Полностью заңғылып істелінген. Бұл полуприцепті бізді неден тасиды? Польшадан Россияға алып келеді. Польшада осының склады бар. Cargo Bull Schmitz компаниясының. Сояқтан бері қарай тасиды. Бағасы туралы айтатын болсақ, 5,5 миллионның ояқ бұяғында рубльмен санағанда. Теңгемен енді қанша болатынын білмеймін, енді 5-те 5-ке көбейте берсеңдерші. Вот солай, осындай ғана полуприцебіміз бар. Ё-мое. Техникам болса жер жыртасың ғой дейма, техникам болмаса неңді жыртасың дейсің ғой.
өзінің замогы бар мынандай. Алдында Қазақстанға барған кезде жолда замокты қағайырып кеткен, аша алмай, бірақ замогымыз сындырып кеткен. Так, осындай от полуприцебіміз бар жолдастар. Дөңгелегі дубль кон дейді ғой. Құдай біледі қаяқтың дөңгелегі екен. Мына тягачымыз туралы айтатын болсақ, полностью Мишлен. Багының замогы бар, встроенный автономкасы бар мына жерде тұрған. 4 киловаттық эбершпейкер. Айрат десе айрат, қош жүрсін, Шымкентте отқан адам сияқтысың. Ішті жылытып енді үйің тауа алмай қаласың азанға дейін. Қосып ұйықтайтын болсаң. Так, свет сөндірейік. А то свет қымбат, счетчик айналдырады дей ма? Так, енді қоспасаң енді қазаққа енді болмайды ғой, енді көрсетейік енді қалай жұмыс істеу керек екенін. Қосасың, уже орыс тілі бар, русифицированный самотестирование процессоры дейді. Қазір минус 25 градус программировать етіп қойғанбыз, далада минус 8 почти. Всего работ часов двигатель 4 сағат жұмыс істеген барлығы. Енді оның 2 сағаты, 2,5 сағаты оның тест қой. Қалғаны осы жақта мен өзім кеше оттап, оталдырып көргенмін. Айры көже. Солярка аз, сондықтан да сөндіріп тастайық. Солярка аз өйткені. Новый машина болғасын, мына басы болсын, полуприцеп болсын, вообще солярка жоқ қой. Кеше барып 600 литр солярка құйып алғанмын. Оның үстіне антигель қойдым үстіне, өйткені күн қақап кетті, суық болып кеткесің. Алдында мына орыс каналында көрсеткен, мына фильтріміздің іші полностью парафинге айналып, мына жерге дейін қата бастаған. Өйткені мынау не ғой, летний соляркамен келген Германиядан. Германиядан өз ходымен қуып алып келген. Қазір спидометрі 2,5 мыңның ояқ бияғында 2800 ау деймін, шатаспасам. Общий пробегі. Кеше төбеге мініп полностью мына полуприцепті тазарттық. Одан мына тягачтың жоғарыдағы спойлерін көтеріп, өйткені өте низкий отыр екен. Сол істеген нәрсеміздің барлығы. Басқа ештеме істеген жоқ қой. Ендігі мәселе, алдыда тұрған мақсатымыз мына полуприцеп пен рефтің арасын көріп тұрсыз ғой. Слишком большое расстояние. Осы ара қашықты шамалы азайту керек. Ол үшін мына седлоны 1 я 2 деленеге алдыға жылжыту керек. Оны енді қол тигенде істейміз енді. Оны істемесең енді кейде бір 20 тонна тиесең, бір жақсылап тұрып, кейде нестандартный поддондар болады ғой, тамақ па, там су ма, пиво ма тиесең, мынау пробивать етіп кетуі мүмкін осьті. Өйткені мынау нагрузка, мына осьқа арттағы 3 дөңгелекке нагрузка шамалы басқаша не қылады да, орналасады. Распределение, орысша айтқанда. Неправильное распределение груза. Сол үшін мына седлоны алдыға жылжыту керек. Болды, басқа істейтін нәрсе жоқ. Датчиктеріміз бар. Әр датчикке, әр дөңгелекке датчик салып тастау керек. Өйткені на ходу келе жатқанда дөңгелегің тесілсе айтып тұратын. Сол, не істейміз та? Тонировать етіп тастаймыз полностью. Тонировать етіп болғансын ішін жөндейміз. Қазір тюнинг компания бар. Сол тюнинг компанияға барып полностью ішін енді жөнге келтіреміз. Енді уақыт өтіп бара жатыр, өмір дегенде бірдеме ауыстыру керек, бір жаңалықтар болу керек, шамалы енді бір егеменді болуымыз керекпіз ғой енді. Сондықтан да өзімнің алдыма осындай бір көлік алғым келген. Бұндай мақсат баяғыдан бар еді, бірақ қазір заман қымбаттап кетті ғой. Заман да қымбаттап кетті, техника да қымбаттап кетті, тамақ та қымбаттап, вообще өмір қымбаттап кетті. Сондықтан да американец алайын дегенмін. Бірақ американецке 2 миллионға американец алсам, оған тағы 2 миллион қосуың керексің. Одан кейін о машинаны кім алады? Америкамен баратын жерің аз ғой енді. Бұл тягач іздегенмін. Бүгін осы Алматының жігіттері хабарласты. Брат, осындай фура іздеп жатыр едік. Көмектесе аласың ба деп. Бағасын қарасақ, осындай полуприцеп бушный 2018 жылғы $40,000 деп тұр. Бұл прицеп 400, 500, 600 мың шақырым пробегі бар. Чисто басын алып қарайтын болсақ, тоже 2016-2017 жылғы полуприцептер, тягачтар осындай басы. Олардың бағасы да чөті бір 40-50-60 мың доллардың ояқ бұяғында. Егер мен осы российский бағамен санап алып қарайтын болсақ, бір 2 миллион рубль тағы қосып жіберсең, осындай бір су жаңа новый сепка аласың. Бәрін айтты, әйтеуір көрпеңе қарап көсілесің ғой енді. Көрпеңе қарап аяғыңды созасың.
Сол алғанымыз енді осы, жолдастар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Өздеріңіз тілектеріңізді білдіріп атқандарыңызға, далада жүрген бір қазаққа тілектеріңізді айтып атқандарыңызға, сол неше түрлі бір жақсы ниеттеріңізбен оның бәрін қабыл алдым. Жігіттер көп-көп рахмет. Кейбір жігіттер жазып жіберді, братан, байғаз салып жіберейік те, картаның нөмірін жазып жіберші деп. Жігіттер, байғаздың керегі жоқ. Мен үшін одан қайта бір қатты бір байғазы бергің келіп бара жатса, мешітке барып бітір садақа бере салыңдар. Сол қабыл болады. Ішіне кеттік. Ішінде не барын көрейік. Жалпы салонын алып қарайтын болсақ, жолдастар, алып тасып бара жатқан ештемеміз жоқ. Қарапайым кәдімгі өзіміздің фурамыз, су жаңа, MAN TGX алдында айтқандағыдай. Үстімізде вещевой ящиктеріміз бар, люгі бар, екінші спальнигі бар, үлкен холодильнигіміз бар. Астындағы спальнигі шамалы бар, енді кеңдеу болады. Спокойно 2 метрлік адам болса да, енді жатып демалуына ыңғайланған. Басқа маркалерге қарағанда. Заводтан салынған зип туралы айтатын болсақ, фонаригі бар. Егер құдай сақтасын жол апаты болып қалып атса, я дөңгелегің не қылып атса, жарылып, жолда тоқтап атсаң, қосып қойып, өзіңді бір белгілеп қоятын. Я болмаса жай қарапайым осы фонарь ретінде қолданатындай қолшам сияқты. Немецкий аптечкасы бар. Осы машинамен келген. Жилеткісі бар. Қазір заң бойынша жол бойында енді жилеткісіз жүруге болмайды деп қойды ғой. Сол үшін жилеткі тағып жүруге болады немецкий. Огнетушителі бар өзінің. Мына жағында бізде бомбалюк деген бар. Сыртындағы зип туралы айтатын болсақ, үлкен наборы бар. Бұл набордың ішінде дөңгелекті ағытатын баллонник ключтер бар. Қарапайым кішкене кілттер бар, газовый кілт бар, телескопический кілті бар, кабинаны көтеретін. Әрі қарай айтатын болсақ, шланг подкачки бар, манометрмен ұзын 16-17 метрлік. Скребогы бар, терезені тазалайтын. Терезені жуып, щеткімен екінші жағымен тазалап, сүртіп қоятын құрғақ қылып. 12 тонналық домкраты бар. Анау болып қалып атса, құдай сақтасын. Буксировочный пальцы бар. Өзімді, я болмаса басқа біреуді буксерге алатын болсам. Және бактың ішіне салатын фильтр бар. Бұдан басқа чисто MAN компаниясынан подарок ретінде келген бізде осындай тамаша бір сумкасы бар. Су жаңа қысқы куртка, осындай суықта киетін. Оның үстіне ветровка, қып-қызыл стеганый. Көктемде, я болмаса күзде киетін. Тамаша бір осындай кепкісі бар. Бәрін айтты, жолдастар, осындай бір су жаңа MAN-ның иесі болдық. Осындай қысты күні қақаған Қазақстаннан жалынды сәлем жолдап атқандарыңызға тағы да мында бір алғысымды білдіремін, жолдастар. Көп рахмет. Өйткені мен үшін осы Ресейде жүрген бір қазаққа сол Қазақстаннан келіп атқан осындай бір жылы лептеріңіз мен үшін өте қатты бір әсер береді, күш береді. Сондықтан да көп рахмет. Бұл көлікті мен арнайы халықаралық бағыттарға арнап алғанмын. Сондықтан да құдай қаласа, егер шамалы бір құпиямызды ашатын болсақ, ең бірінші біздің рейсіміз Қазақстанға болады. Құдай қаласа жақын арада барып қалармыз. Бірақ Қазақстанға барамыз дегенше істейтін нәрсе көп. Жолдастарымыз бар, тюнингпен айналысатын. Сол жігіттер мына көлігіміздің ішін полностью тамаша қылып тюнинговать етіп тастайды. Одан сырты болады. Сырты болғасын енді ең соңғы этап тонировка. Полностью закатать етіп тастайын дегенмін, бірақ Қазақстанда заң бойынша жүруге болмайды, тонированный. Сондықтан да тонировканы біз шамалы бір жылжытып қоямыз, неопределенный уақытқа. Оны енді көре жатармыз, енді ол технический сұрақтар ғой, майда шүйді. Сонымен солай, жолдастар. Осы ролигімізді аяқтаймыз. Тағы да бірлік көп сөйлесуді жазылуды ұмытпаңыздар, жолдастарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Құдай қаласа, аманшылық болса, қазақ елінде, қазақ жерінде кездесіп, жүздесіп, сөйлескенше, жолдастар. Сау болыңдар.